Сәлем достар, мен бүгін сіздерге ерекше дәмді және жеңіл сметанниктің рецептісімен бөлсем. Каналыма тіркеліп кетіңіз. Алдымен печеньені, кез келген печеньені осылай ұсақтап аламыз. Блендермен болсын, езіп болсын, оның үстіне сары майымызды қосып араластырамыз. Жақсылап біркелкі араластырып алғаннан кейін формаға салып аламыз да үстінен езгілеп престейміз, нығыздаймыз. Одан кейін бортиктерін жасаймыз, қасықтың көмегімен нығыздаймыз. Осылай пирогымыздың қамырын дайындап аламыз. Форманы толықтай жасап болғаннан кейін қаймағымыздың үстіне 4 жұмыртқамызды салып, қант, кукурузный крахмал барлығын салып, жақсылап біркелкі масса болғанша араластырамыз. Миксердің көмегінсіз жасай береміз осылай. Мінекей осындай біркелкі масса болды. Осы массамызды формамызға құямыз. 180 градуста 45 минут пісіріп аламыз. Осымен біздің пирогымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз.